Саламатсыздар ма? Біз бүгін ОПВР төлеуді үйренетін боламыз. ОПВР дегеніміз обязательные пенсионные взносы работодателя, яғни жұмыс берушінің өзіне төлейтін пенсионный фонды. Бұл төлем 2024 жылы жаңадан енгізілген, яғни 2024 жылдың январь айынан бастап төлеу бекітілді. Яғни 2024 жылдың январынан бастап төлеу керек міндетті түрде. Егер епіңізде табыс болса, сізде епіңізде тіпті работник болмаса да, сіз өз-өзіңізге төлеуіңіз керек. Епіда табыс болған жағдайда. Ол қанша сумманы төлеу керек? Мен қазір видеода барлығын ашып көрсететін боламын. Ол үшін платежыға кіреміз. Всені басамыз. Штрафы и налогиді басамыз. Осы жерде платежи для ИП таңдаймыз. Осы жерден міне үшінші тұр обязательные пенсионные взносы работодателя таңдаймыз. Енді мынау даналарды толтырып шығамыз. Выберите тип платежа дегенге осы обязательный пенсионный взнос работодателя КНП 089 дегенді таңдаймыз. Бізге өзін төлеу керек болса. Одан кейін период оплаты деген бар. Соған кіреміз. Осы жерде қай айға төлеу керек сізге, соны сұрап тұр. Бұл төлем 2024 жылдың январь айынан бастап енгізілген. Егер төленбеген айлар болса, төлеп шықсаңыз болады. Егер епіңізде табыс болған болса. Например, біздің жағдайда январь айына төлеміз деп айтайық. Окей. Иін плательщикка. Өз иініңізді жазасыз. Егер өзіңізге төлеу керек болса, өз иініңізді 2 рет жазасыз. Сумма бұл жерде сумма тікелей сіз қандай төлемнен төлеп жатырсыз. ИП-ның міндетті әлеуметтік төлемдерін сіз қандай төлемнен төлеп жатсыз, сол төлемнен 1,5% есептеледі. Например, сіз ИП-ыңызға табысыңыз қанша болса да минималкамен төлеп жатқан болсаңыз, онда 1275 теңге төлейсіз ОПВР-ге. Егер де, например, сіз ИП-ыңызға максималды түрде төлеп жатқан болсаңыз, ОПВР-дің 1,5% ол сізде болады 9917 теңге. Осылай төлейсіз. Немесе басқа да, например, сіз 240 мың зарплатадан жіберіп жатқан болсаңыз, соның 1,5%-ын есептеп өзіңіз төлесеңіз болады. Яғни, ИП-ыңызда табысты қалай көрсетіп жатсыз, сол табысыңызға байланысты есептеп алсаңыз болады. Осылай таңдайсыздағыны төлей бересіз. Каплатя деп төлеп, ары қарай төлеп жібересіз. Енді тағы да айтатын нәрсе, осы төлемді, например, кешіктіріп төлеген болсаңыз, сізде пеня жүреді. Мысалы, қазір май айы делік, сіз бір салы апрель немесе январь 2024-ге бұл ОПВР-ді төлемеген, яғни обязательный пенсионный взнос работодателя осы төлемді төлемеген болсаңыз, онда сізге пеня жүруі мүмкін. Сол пеняны қалай төлейміз деген уақытта тура осылай кіресіздер. Қайттан көрсетемін. Обязательный пенсионный взнос работодателя кіреміз. Потом выберите тип платежа дегенге, егер сізге пеня төлеу керек болса, КНП 098 дегенді таңдайсыздар. Яғни мына атында да жазылып тұр. Пеня по обязательному пенсионному взносу работодателя за несвоевременную уплату деп тұр. Так, таңдаймыз да. Период оплатыға жазамыз. Егер сізде бұл пеня болатын болса, төлеп жатқан айыңызды көрсетіңіз. Сіз қай кезде осы пеняны төлеп, осы жаңағы каспиіңізді ашып, осы пеняны төлеп жатсыз, сол айды көрсеткен дұрыс болады. Өйткені суға дейінгі барлық пенялар өшеді сол кезде. Ал егер сіз бұрынғы бір айды көрсетіп қойсаңыз, пеняңыз базада қарыз болып қалып қоюы мүмкін емес, қалып қояды. Сол үшін осы беректі көрсеткен дұрыс, яғни төлеп жатқан айды. Например, мен қазір май айында бұл видеоны түсіріп тұрмын, майдың 16-сы. Мен майды таңдаймын, окей.
сол кезде менде майға дейінгі бүкіл пеняларым өшіп кетеді. Егер мен осы пеняны төлесем, артығымен төлеп бір 10, 20 немесе 30 теңге, тіпті 50 теңгеде пеняны, егер любой платеждан пеня болатын болса, 50 теңге мысалы, кем дегенде 20 теңге асырып төлей бергендеріңіз дұрыс болады өздеріңіз үшін. Сонда бүкіл пеняларыңыз өшіп кететін болады. Және де осы периодты таңдағанда дұрыс таңдау керек, мына период оплаты таңдағанда. Сол кезде барлығы дұрыс болады. Осылай иін платежкаға егер өзіңізге төлеп жатқан болсаңыз, 2 рет тоже, мысалы пеняны өзіңізге төлеп жатсаңыз, 2 рет жаңағы иініңізді жазасыз, и сумма сізге қанша төлеу керек болды, мысалы 500 теңге. Мысалы сізде қарыз болып 500 теңге деп тұрса, 550 теңге деп төлеп жіберген дұрыс болады өзіңіз үшін. Так, осы енді тағы да бір айта кететін маңызды ақпарат бар осы обязательный пенсионный взносыға қатысты. Міне, обязательный пенсионный взносы работодателяға қатысты. Бұны тек қана қандай ИПлар төлейді айтайын ба? Ол 1975 жылдың 1 январынан кейін туылғандар ғана төлейді. Егер сіз 1974, 1974-дің декабрінде, например, оның 1975 жылға дейін туылған болсаңыз, например, онда сіз төлемейсіз. Осындай жақсы ақпарат бар. Осыны ескеріңіздер. Егер сіз 1975 жылдың 1 январына кейін туылған болсаңыз, онда төлейсіз. Ал 1975 жылдың 1 январынан бұрын туылған болсаңыз, онда бұл төлемді төлемейсіз. Бұл төлем жалпы неге олай деп күледі елдер, неге 75 жылғылар сонда пенсияға шықпай ма деген сияқты. Жоқ, оған байланысты емес, просто бұл дұрыс.